Қарасы қойып бәрін кешіп бітірдік бұйырса. Бәрі дұрыс өлшемдері, салмағын. Arkadan 300 gele koşu göre ya. Arkadan 300 gele, sosun adamlar arkadaşlarını salmak men. 200 gele vuruldu. O yerim dursun. Dursa? Salvatırım. Cimok. Қысқасы мына осы 4 чинек арқылы әрбір жаратын жемдеріңіз бидай, арпа, кукуруз, басқа да жымық. Соның бәрін бірінші ұнаған рацион арқылы 3 тоннаға жармақшы болсаңыз, соған туралап, осыған бір рационның әрқайсының өз үлесі бойынша осыған салып аласыз. Сосын қосатын витамин, басқа да кебек жармай қосылатын қосылыстар осы арқылы төте мына араластыратынға түсе береді. Ал ана жерден чинек арқылы мынадан түскен жем мынаған шығып, мына жерде дровелка арқылы жарылып, мынаған түседі, бәрі қосылып араласады. Сосын мынау араласып болғаннан кейін мына жерге 6 айлық бұзау тайынша болмаса үлкен жастағы малдарды өзінің қандай малға жем бересіз, соның рационы бойынша бөлек-бөлек дайындап мына жерге запасқа қойып алады. Бұл неге десеңіз, мүмкін бір тоқтап қалады, болмаса басқа бір ақау болып қалған жағдайда осы жерде запас жемді істете береді. Ал басқа жағдайда ана чинек арқылы сыртқа төте карманчикке түсе береді. Адам күшіне де жеңіл, әрі жемнің дайындалуы, үлесі, рационы өте дұрыс дайындалады. Осындай не үшін керек дегенде, осы малдың азығында құда адамның тамағын істегенде өздерің қалай болғанда ең тиімді, қалай болғанда өзінің малдың өсіп жетілуіне әр кезеңде өзінің салмағына қарай осы теңшеледі. Осыған қажет дүние бұл. Бізге тіркеліңіздер, сіздерге осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп тұратын боламыз.